Сәлем достар. Бүгін біз жер бетіндегі ең амбициялы адамдардың бірі Илон Масктың жоспарлары туралы сөйлесетін боламыз. Ол тек қана адамдарды Марсқа жібергісі келмейді. Сонымен қатар, оны отарлап, тіршілікке қолайлы ету, тіпті оны екінші жерге айналдыруды қалайды. Бірақ ол мұны қалай жүзеге асырмақ? Осындай ауқымды жоба үшін қандай технологиялар қажет? Және ең бастысы, бізге Марс не үшін керек? Бүгінгі бейнебаянымызда осы және басқа да сұрақтарға жауап береміз. Илон Маск және SpaceX тарихы. Илон Маск таныстыруды қажет етпейтін адам. Ол PayPal, Tesla және SpaceX сияқты компанияларды құрды. Дәл осы SpaceX оның ғарыш туралы арманын іске асырушы болды. 2002 жылы негізі қаланған SpaceX бастапқыдан ақ ғарыштық сапарларды қолжетімді етіп, ақырында Марсты отарлауды мақсат етті. Масктың айтуынша, оны адамзаттың болашағын сақтау, егер жерде бір нәрсе дұрыс болмаса, біздің өркениетімізге сақтандыру құру ниеті шабыттандырады. Неге Марс? Бірақ неге дәл Марс? Неге ай немесе күн жүйесіндегі басқа бір нысан емес? Мәселе мынада, Марс тіршілік үшін әлеуеті бар жерге ең жақын планета. Онда мұзды су бар, экватордағы орташа температуралар және жерге ұқсас тәуліктік цикл бар. Әрине, ондағы жағдайлар идеалдан алыс, бірақ дұрыс технологиялармен Марс өмір сүруге жарамды болуы мүмкін. Марсқа ұшу үшін SpaceX технологиялары. Марсқа саяхатты шындыққа айналдыру үшін SpaceX бірқатар инновациялық технологияларды әзірледі. Маңызды жетістіктердің бірі Falcon 9 зымыран тасығышы мен халықаралық ғарыш станциясына жүк тасымалдайтын Dragon ғарыш кемесін жасау болды. Бірақ Марс миссиясы үшін мүлдем басқа деңгейдегі технологиялар қажет, және осында Starship іске қосылады. Starship бұл адамдар мен жүктерді Марсқа және кері жеткізе алатын, қайта пайдалануға болатын ғарыш кемесі. Ол бір уақытта 100 жолаушыны және мыңдаған килограмм жүкті тасымалдай алады. Барлық элементтердің қайта пайдалануға болатындығы маңызды, бұл ұшу құнын айтарлықтай төмендетеді. Марсты отарлаудың проблемалары мен қиындықтары. Бірақ Марсқа ұшу істің жартысы ғана. Планетаны отарлау көптеген қиындықтармен байланысты. Біріншіден, бұл радиация. Марста магнит өрісі жоқ, сондықтан оның беті күшті ғарыштық радиацияға ұшырайды. Бұл мәселені шешу үшін қорғаныс күмбездерін немесе жерасты базаларын салу қажет. Екіншіден, климаттық жағдайлар. Марста өте суық және атмосфералық қысым жердегіден жүздеген есе төмен. Жасанды атмосфера құру және үй-жайларды жылыту технологияларын әзірлеу қажет болады. Сондай-ақ азық-түлік және сумен қамтамасыз ету мәселелерін де ескеру қажет. Марста мұзды су бар болғанымен, оны өндіру және пайдалану үшін уақыт пен ресурстар қажет болады. Азық-түлікті арнайы жылыжайларда өсіруге болады, бірақ бұл үшін де инновациялық шешімдер қажет. Этикалық және философиялық сұрақтар. Масктың жобасы көптеген этикалық және философиялық сұрақтар туғызады. Мысалы, біз басқа планетаны отарлауға құқығымыз бар ма? Бұл біздің түрімізге қалай әсер етеді? Біз Марсты табиғи қалпында сақтай аламыз ба, әлде ол да экологиялық проблемалары бар жердің көшірмесіне айнала ма? Сонымен қатар, осы отарды кім басқаратыны туралы сұрақта бар. Бұл SpaceX-тің жеке бастамасы бола ма, әлде халықаралық ынтымақтастық па? Жаңа планетада адам құқықтары мен заңдар қалай сақталады? Отарлау болашағы және Илон Масктың жоспарлары. Барлық қиындықтарға қарамастан, Илон Маск өзінің миссиясының сәттілігіне сенімді. Оның айтуынша, Марсқа алғашқы пилотталған ұшу 2026 жылы ақ жүзеге асуы мүмкін. Маск өзін-өзі қамтамасыз ететін отар құруды жоспарлап отыр. Ол болашақта миллион адамға дейін өсе алады. Ол Марсқа ұшуды басқа континентке ұшқандай әдеттегідей ету болашағында көреді.
Көптеген адамдар үшін бұл фантастика сияқты көрінеді. Бірақ егер мұны шындыққа айналдыра алатын біреу болса, ол дәл Илон Маск. Сонымен Марсты отарлау бұл жай ғана арман емес, біз ұмтылатын нақты мақсат. Бұл біздің танымымыздың шекарасын кеңейту және адамзат тарихындағы жаңа тарауды құру мүмкіндігі. Илон Маск өзінің ауқымды жоспарларын жүзеге асыра ала ма? Мұны тек уақыт көрсетеді. Әзірге біз тек қадағалап, оның мүмкін емес нәрсені мүмкін етуге деген ұмтылысына таңдана аламыз. Біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыз, адамзаттың болашағы туралы жаңа қызықты бейнелерді өткізіп алмаңыз. Арнамыздағы басқа да өте қызықты видеоларды тамашалап, ұнаса лайк басып, ең бастысы тіркеледі деп үміттенемін.